Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім. Мен бүгін тақырыпты жігіттің маған деген көңілі қандай деген сияқты көретін боламын. Бұл общий расклад. Общий ашып жатырмын. Егер де жеке аштырам десеңіздер, менің астына WhatsApp номерімді жазып қалдырамын. Көрейік, жігіттің маған деген сезімі қандай. Сіз кішкене сенімсіздеу болып тұрсыз. Жігіт сізді жақсы көреді. Негізі көңіл қалған бір-бірлеріңізден. Қайттан восстановить ету, қайттан қарым-қатынасты жалғастырғыңыз келсе, бұл жерде өзіңіздің қолыңызда болып тұр. Негізі әйел адам қолында болып тұр да, қарым-қатынасты жалғастыру. Бірақ сіз соған сенімсіздік білдіріп, өзіңіз теріс қарап тұрсыз. Бірақ жігіт келеді кездесуге. Жігіттің сізге деген сезім бар. Сіз оған қол жетпейтін сондай бір жұлдыз сияқты болып тұрсыз. Өте бір қиялындағы, сондай ару қиялындағы әйел ретінде сізді солай есептейді, солай санап тұр. Десятка жезлов түсті. Бұл жерде сізбен қарым-қатынаста, яғни кездесуді күтеді. Бірақ сіз де өзіңізде іштей күтесіз. Бірақ жаңағыдай өзіңіздің гордость дейміз ба, жаңағыдай көкіректік сонда жібермей тұр да сізді. Хабарласса кейін қалдырып деген сияқты. Солнце түсті. Алдағы таңда барлығы жақсы болады. Солнце деген карта түсіп тұр. Енді бұл жерде үшінші адам бар деген сияқты өзіңіздің ойыңызда болып тұр. Любовники деген түсті. Яғни сіздің ойлағаныңыз, сіздің жаңағыдай күдігіңіз сондайға келіп тұр да. Жігіттің ойын білейік. Сенімсіздік көп болып жатыр сіз жақтан. Күмәнданып деген сияқты. Өзіңізді бір жігіттен жоғары қоясыз. Императрица шықты. Восьмерка жезлов, яғни таныстықты жаңада айтып кеткендей күтуде. Королева жезлов, сіз де күтесіз негізі іштей, бірақ жаңағыдай көкіректік, сондай бір жігітке деген сенімсіздік, сондай сізде басым болып тұр көбінесе. Луна түсті, яғни сіз өзіңізді жаман сезінуіңіз мүмкін. Алдағы таңда басқа біреу бар ма деген сияқты қызғаныш сияқты болып тұр. Тройка жезлов и туз мечей. Бұл жерде әйел, жаңа үшінші әйел, яғни үшінші адам әйел болып тұр ғой, любовники дегенге. Любовник треугольник болып тұр ғой, енді былай қарасақ. Туз мечей шықты. Бұл жерде сол жігітіңіздің басын айналдырып жүрма деген сияқты. Ой мазалайды да сізді. Кездесіп жүрма олар деген сияқты. Енді жігіттің сізге деген ойы жоқ деп айта алмаймын, ойы бар. Жақсы кездесу. Бұл жерде девятка кубков шықты, яғни жақсы сырласу, жақсы бір атмосфера деген сияқты. Сондай күтілуде алдағы таңда. Енді двойка мечей шықты, яғни екеулеріңізде мінездеріңіз сәйкес келмейді бір жағынан. Бір жағынан махаббатқа келетін болсақ, жақсы атмосфера деп тұрмын, бірақ мінездеріңіз былай сәйкес келмей тұр да. Бір-бірлеріңіз ұнату бар, бірақ мінездеріңіз сәйкес келмейді. Наказание, яғни телефонды алмай, кездеспей, сондай бір өзіңізді жаңағыдай кішкене наказание бергіңіз келіп тұрған сияқты. Алдағы таңда сондай бір карталар түсіп тұр. Бірақ жігіт сізге қарап тұр, сіз өзіңіздің ойыңыз басқа жақта. Бұл общий расклад. Егер де жеке аштырам десеңіздер, мен WhatsApp номерімді жазып қалдырамын. Лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Бұл жерде енді жігіт емес сізге байланысты болып тұр да. Егер де осы қарым-қатынасты қаласаңыз, ары қарай жалғастыруға болады, сіздің қолыңызда десем болады. Осымен менің раскладым аяқталды. Қош сау болыңыздар.